бізге тәжірибені жасау үшін майлы сүт керек, өте майлы сүт. Содан кейін бізге пищевой краситель дейді ғой, ас несінде пищевой деген ас бояулары, жаңа торт жасаған кезде, кек жасаған кезде не істейді? Осы бояуларды қолданады екен. Енді және бізге жидкое мыло деп айтады, қазақша қалай? Сұйық сабын. Енді қараңдар, енді біз жаңа сүтімізді құйып алдық. Мынау біздің галактикамыз. Көрдіңдер ме? Мынау галактика. Және ол жерге орындарынан тұрып, бүйтіп домалақ болып тұра қалыңдар, бірақ мынаған жабысып алмаңдар, иә? Төгіліп кетеді. Содан кейін жаңағы сүтті құйып алдық. Оған біз жаңа пищевой красительдерімізді былай тамызамыз. Ол сүттің бетінде осындай дақ қалдырады. Яғни бұл біздің галактикамызға ұқсай ма? Жаңа спиральді галактика, линза тәрізді галактика дегендердің өзінің түсі болады екен балалар. Өстіп біз нені не істейміз? Пищевой красительді тамыздық. Содан кейін барып, мынандай ракета жасап кесіп алып келдім. Оның төменгі жағына, яғни мына жерде бізде, егерде мынау біздің ғарыш кемесі